күйеуің наразы болып өттің ба, өмір бақи ораза ұстап өт, өмір бақи тахажжуд оқы. Күйеуің наразы болса, жағдай қиын болады бәрі. Ер кісілер ше, сен де өмір бақи намаз оқы, құлшылық қыл, әке шешең разы болмаса, беспейін оның барлығы. Көрдіңіз ба? Әрқайсының разылығын бір-біріне байлаған Алла тағала шебер ғой. Бір кісі айтады дейді ғой, әйелің ренжіткен кезде былай деп айт дейді жаңағы. Өзін таңдап алдым, өзін таңдап алдым, үш рет айт дейді сөйтіп ше. Сосын артынша тағы да үш рет айт дейді, обалың жоқ, обалың жоқ, обалың жоқ. Екеуін қосып айтсаң шамалы басыласың деп айтады. Енді ашудан кетіп жатыр ғой барлығы. Әйелге айтыпты жаңағы, күйеуің ашуландырса, өзім таңдап алдым, өзіме сол керек, өзіме сол керек деп айт дейді жаңағы. Ешкіммен зорлаған жоқ, ешкіммен қинаған жоқ, өзім тыйдым деп айтты. Сол кезде басылып қаласың кішкентай.